Пайғамбар саллаллаху айтады ғой, мен күніне Алламен ант етемін, мен күніне әлбетте 70-тен артық тәубе қылам және истиғфар қылам дейді. Сол қандай сөздермен немесе амалдармен қылады. Және осы біз пендеміз ғой, не білмейміз да, кейбір мысалы бір күнә істесек, соған тәубе қылу уәжіп. А егер білмеген болсақ та, демек күніне осы 70 рет қылу уәжіп болады, білсек те білмесек те. Солай бола ма, әлде қалай? Ғалымдар не дейді? Адам Аллах субханаху ва таалаға ардайым тауба қыла беру керек. Біріншіден, сен күнәңді білсең, алхамдулилла, білген күнәңе тауба қыласың. Адам өзі білмей істеп тұрған қанша күнәсі бар. Кейбір нәрселерді жақсылық деп ойлайсың, ол жамандық болып қалуы мүмкін өз негіз. Сол болатын болса, Аллах субханаху ва таала сол қылған истиғфарың үшін білмей істеп қойған қатеңді де кешіреді иншалла. Бұл бір жағы. Екінші жағынан, адам егер күнәдан ешқандай бір күнә қылмаған болса да, истиғфар қылуының өзі бұл Аллаға болған дуа. Дуа бол құлшылық. Құлшылық болғаннан кейін Алланың алдында ол әжір сауап болып жазыла береді. Солай түсінеміз бұл нәрселерді. Түсінікті ме? Ал қандай зікірлермен астағфируллах ва атубу илейх деп қыла береміз ғой, иә? Уқбат ибн Амр радияллаху анхудан келеді. Хадисте біз Наби саллаллаху алейхи уассаламның әрбір орында отырған уақытта 100 реттен санаған болатын ек өз сөзін айтқанын дейді. Раббиғфирли ва туб алейя иннака анта тауабур рахим деп. Раббиғфирли ва туб алейя иннака анта тауабур рахим. Немесе басқа қай бір истиғфар сиғасын айтса бола береді. Астағфируллах ва атубу илейх. فإني أستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم 100 مرة дейді. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه деп. Осындай сөздерді айтса болады. Раббиғфирли ва туб алей десе де бола береді. Сол сиғалар, Наби саллаллаху алейхи вассаламнан келген сиғалардың қай бірін айтса да, иншалла бола береді. Бірақ истиғфарлардың ең саййиді бар. Саййидул истиғфар. Аллахумма анта рабби ла илаха илля ант. Халақтани ва ана абдук ва ана ала ахдика ва вa'дика мастатa'т. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت деп айтылған дуа бұл саййидул истиғфар. Истиғфарлардың ең саййиді деп намдалады бұл истиғфар. Соны айтып жүру бұл абзал. Бірақ истиғфар сұраған уақытта сол да бағанағы не? Астағфируллаху атубу илейх деп айтса да бола береді иншалла.